Açalım. Alalım. Her toptan екі оқудан шығамыз. Мына сұрақтар жәрмеңкесі арқылы мынаны айналдырамыз дөңгелекті. Мына топтан Бақтиярды мен Айгерім шығып тұр. Мына топтан. Есімдік дегенде зат есім, сын есім, сан есімнің орнына қолданатын сөздер. Есімдік мен, сен, біз, ол, әрқайсысы ешқашан тағы да басқа сұрақтары жоқ. Қорғайды жекеше түрде жүктейсің. Сен қорғайды көпше түрде жүктейсің. Сен қорған жекеше түрде жүктейсің. Мен қорғаймын болады я сенде. Нұрәділ болса көпше түрде. Әріптерді бірге қылып. Сен қорғайды, сен қорғаны. Дейсің? Мен қорғадым болды. Мен қорғадым. Қайдамызды? Сыпайы түрде жазамыз, иә? Сіз қорғайсыз. Бала сенде де осы әркім өзінің топ мүшесі жазып атқан жазылым. Бірінші топ Айгерімдікі, екінші топ Нұрәділдікі, үшінші топ кімді олжасы бітіріңіз. Біз қорғаймыз. Сен қорғадың, сен. Жасы болғандарын солай. Кітаптарында оқулықтағы 65 жасы болғандарын. Қайынның 4 жасы. Тыңдап отырмыз болады. Апам кешке бұтағы сынған қайыннан су тамшылап тұрғанын байқады. Қайта қарап, таң тамаша. Осы сәтте Күлкебай қарт таяп келді. Апам, ата, айтыңызшы, неге су ағыттың? Деді қайынның үнін нұсқап. Қалай ойлайсың, апам неге ұялды? Өз ойымды дәлелдеймін. Өйткені ол қайынның бұтағын сындырды. Содан кейін ол ұялды. Сол себепті ұялып жүріп, өзі іштей біліпті ғой, иә? Иә, ол сол сындырған үшін ұялып өкінді, іштей өкінді. Ана, енді тамақтаншы, аю тамақтаныр үшін, естейміз? Келесі. Жекеше түрде бір жақта мен көрдім, екінші жақ сен көрдің, үшінші жақ ол көрді. Көпше түрде бірінші жақта біз көрдік, екінші жақта сендер көрдіңдер, олар, үшінші жақта олар көрді. Осы? Мен ойнадым, бірінші жақта. Сол нетеп жатсың сен қазір? Жіктеп жатырсың, иә? Ал екінші жақта сен ойнадың, үшінші жақта ол ойнады. Енді көпше түрде біз ойнадық, сендер ойнадыңдар, олар ойнады. Дұрыс. Мына жақтан.
Жасыл түсті, егер түсінікті болса жасыл түсті, қиындық туғызса, әркім өз жағдайы. Бересіз, орныңыз бара беріңіз. Бәріңе түсінікті болды ма? Түсінікті болды ма бәріңе? Отыра қойды. Кел, екінші топ. Екінші топтар. Балалар, отыра беріңіз. Үй тапсырма түсінікті болды ғой, иә? Ал енді соңғы болды. Сарың аяқ салды.